заңның нормасы немесе өзге де нормативтік құқықтық актінің нормасы Конституцияға қайшы келмейді ма? Конституциялық сот шешімінің немесе қандай да бір істің заңдылығына баға бермейді. Дәл осылай жазылған ғой. Осы норманың өзі менің конституциялық құқымды шектеп отыр ғой деп, яғни сіз қайтадан сотқа барып, бұрын шығарылған шешімді қайта қарауды сұрай аласыз. Армысыздар, біздің бүгінгі спикеріміз Қазақстан Республикасы Конституциялық соты аппараты бөлімінің меңгерушісі Салтанат Мұсабекқызы Нұрымбетова ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді біз әңгімемізді бірден осы Конституциялық соттың өзінен бастасақ, жалпы бұл құрылым қандай мақсатта құрылды, қоғамға, мемлекетке берері қандай? Және осы Конституциялық соттың функциялары, өкілеттіктері қандай? Осыны бір ашып алсақ әңгіменің басында. Рахмет сұрағыңызға. Ең алдымен айтарым, Конституциялық бақылау органы 1992 жылы құрылған, бірінші Конституциялық бақылау органы. Ол 3 жыл қызмет атқарып, содан соң 95 жылдан 2022 жылға дейін, яғни 27 жыл біздің елімізде Конституциялық кеңес жұмыс жасады. Және 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап, мына бүгінгі таңда қазіргі кезде Конституциялық сот өз жұмысын атқарып келеді. Конституциялық соттың негізгі миссиясы ол бүкіл Қазақстанда Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ету. Ол деген сөз қандай да бір нормативтік құқықтық актілер, ал олардың ішінде, яғни заңдар, кодекстер, немесе орталық атқару органдарының лауазымды тұлғалардың бұйрықтары, қаулылары және басқа да актілері Конституцияға қайшы келмеуі тиіс. Соны бақылайтын орган. Яғни негізгі оның миссиясы адам және азаматтардың құқықтарын қорғау. Яғни былайынша айтқанда, ол азаматтардың, адамдардың құқықтарын қорғау механизмдегі қосымша бір тетік деп табуға болады. Бұл Конституциялық соттың бақылауын. Енді жалпы халық осы конституциялық, осының алдындағы конституциялық кеңес туралы жақсы біледі. Ал енді конституциялық кеңес пен конституциялық соттың айырмашылықтары қандай? Мысалы, бұрынғы конституциялық кеңес енді конституцияға әлде бір қандай бір жағдайдың сәйкес келмеу жөнінде сұраныстарға жауап беретін. Конституциялық соттың негізгі бәріміз білетіндей, соңғы өзгерістер Конституциямызға 2022 жылы болды ғой. Сол конституциялық реформа аясында Конституциялық сот құрылған кезде оның өкілеттіктері кеңейді. Және бұл бақылау органына жүгінетін тұлғалардың түрлері де едәуір қатарын кеңейтті, артты, кеңейді. Осы ең бірінші, ең негізгі айырмашылық. Алдында шектеу болатын бұрын соңды конституциялық бақылау органына, мысалы үшін жаңа кеңеске жай азаматтар тікелей жүгіне алмайтын. Адам құқықтар жөніндегі уәкіл ол қатарда жоқтығын, яғни субъектілер қатарында. Ал қазіргі таңда азаматтар тікелей жүгініп, яғни бұрынғыдай сот арқылы сотқа қандай да бір жаңағы өтініш жасап, конституциялық кеңеске немесе конституциялық сотқа жүгінейікші, мына заңды тексертейікші деп бұрын азаматтар сотқа барып жүрсе, ендігі кезде азаматтарымыз біздің тікелей бізге өз өтініштерін жолдап, сұрақтарын қойып жатады. Түсінікті. Осы конституциялық сот пен жоғары сотты кейбір азаматтар шатастырып алатын сияқты. Жалпы осы конституциялық сотта жаңа өзіңіз айттыңыз, қатары кеңейді деп. Сол тұлғалардың қатарын айтып өтсеңіз, кімдер жүгіне алады? Қандай мәселемен жүгіне алады? Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Бұл жерде бірнеше сұрақты қамтыды қазір сіздің маған сұрағыңыз. Біріншіден, ең бастысы конституциялық сот ол сот жүйесіне кірмейді.
яғни жалпы юрисдикциядағы соттарымыз білеміз ғой, біз бірінші сатыдағы сот, апелляциялық шағымдарды қарайтын сот, кассация дейміз, жоғарғы сот, жоғарғы сот пен жаңағы соттың үстінен қарайтын орган деп ойлайды көбінесе. Біздің адамдар, біздің азаматтар. Конституциялық сот ол сот жүйесіне кірмейді, ол дербес болып табылады. Ол қандай да бір мемлекеттік органның, немесе лауазым тұлғалардың, ұйымдардан тәуелсіз болып табылады. Және конституциялық сот шешімдерін қарамайды, қайта қарамайды, немесе оларға баға бермейді. Осыны әдейі атап өтіп жатырмын, себебі бізге келіп түсетін өтініштердің басым бөлігі осындай мазмұнда болады. Кәдімгі сот қарайтын мәселелер ғой. Соттың шешімімен мен келіспеймін, дұрыс қарамады, ол заңсыз, ол мен конституциялық құқымды бұзды, осыны қайта қараңыз, жойыңыз, ана жоғарғы сотқа былай айтыңыз, мынандай ұсыныс жіберіңіз деген сұрақтармен келіп жатады. Ал бұл кезекте мен айтарым, егерде жаңағы жалпы юрисдикция соттары азаматтарымыздың нақты бір мәселелерін қарайтын болса, яғни бір қандай да бір дау туып жатса, екі азаматтың арасында, немесе азамат пен мемлекеттік органның арасында, немесе қандай да бір ұйымдардың арасында, бұл жағдайда, бұл ретте конституциялық сот ол сол заңдардың, қолданылатын заңдардың нормативтік актілердің өзге де конституцияға сәйкестігін тексереді. Дұрыс пайдаланды ма, дұрыс қолданылды ма, дұрыс қолданғанда ол заңның нормасы, немесе өзге де нормативтік құқықтық актінің нормасы конституцияға қайшы келмейді ма, ол сол азаматтың конституцияда кепілдік берілген құқығына нұқсан келтірілген жоқ па, қандай да бір қысым жасалған жоқ па деген тұрғыда ғана өз бағасын беріп шешімін шығарады конституциялық сот. Ал егер жаңағы кім жүгіне алады деген мәселе келер болса, онда конституциялық бақылау органына президент жүгіне алады, парламент палаталарының төрағалары, депутаттардың жалпы санының 5-тен 1 бөлігі бірге қосылып, мысал үшін қандай да бір бізге өтініш жолдай алады. Жеке депутат емес, жалпы санның 5-тен 1 бөлігі жүгіне алады. Топтық бұл жерде, топтық ұжымдық өтініш деп санауға болады. Сосын премьер-министріміз жүгінеді. Соттардың өздері, егерде бір қандай да бір істі қарап жатса, судья жаңағы басшылыққа алатын норманың конституцияға осы қайшы келетін сияқты, сай келмейтін сияқты, бір қандай да бір түсінбеушілік орын алып жатса, бұл жерде судья істі тоқтата тұрып, ол қылмыстық іс болсын, ол азаматтық болсын, әкімшілік іс болсын, оны тоқтата тұрып, конституциялық сотқа жүгіне алады судьяның өзі. Әрекетіміз сай келе ме, сай келмей ме деп. Мына норма, мына істің барысында мен мына норманы қолдануға маған тура келеді. Ал дегенмен ойымша мына норма конституцияға сәйкес келмейтін сияқты деген қайшылық қалуы мүмкін дейді ғой. Иә. Мысал үшін дәл қазір конституциялық соттың қарауында бір облыстың жаңағы сотының өтініші қаралуда дәл қазір. Істі тоқтата тұрып бізге жүгінген. Одан басқа мына реформа дедім ғой жаңа. Сол 2022 жылғы конституциялық реформаның нәтижесінде енді бізге бас прокурор мынандай мәселемен жүгіне алады. Мысал үшін кез келген нормативті құқықтық актінің конституцияға сәйкестігін тексеру мәселесімен жүгіне алады. Немесе қандай да бір конституцияның нормаларын түсіндіру бойынша да жүгіне алады. Одан басқа жаңа бір тұлға ретінде адам құқықтары жөніндегі уәкіл жүгіне алатын болды. Бұл лауазымды тұлға да нақты бір мәселе емес, жалпы азаматтарымыздың жаңа құқықтарына нұқсан келтіретін нормаларды анықтап жатса, жұмыс барысында кездесіп жатса ондай нормалар, сондай сауалмен жүгінуі мүмкін. Және ең басты біздің жаңалығымыз, ол 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бізге азаматтарымыз тікелей жүгініп жатыр қазіргі таңда. Ал жүгінудің мәні ол мынандай: сол азаматтардың қандай да бір нақты істе, мысал үшін қандай да бір құқықтық қатынастарда еліміздің заңнамасының бір нормасы, яғни нормативті құқықтық актінің бабы, қандай да бір мәселе сол заңдарда жазылған,
конституцияда кепілдік берілген құқықтар мен бостандықтарына қысым жасалып жатса, немесе қалай да бір оған қатысы бар болса, конституциялық сотқа өтінішпен жүгіне алады. Ол өтініште сол мән жайды, яғни болған оқиғаны ашып жазады да, оның ішінде мына мысал үшін мынандай жағдай орын алды, маған қатысты, тікелей сол адамға, жүгініп жатқан адамға қатысты болу керек. Осындай орын алды, енді осы жағдайда маған қатысты сот немесе басқа да мемлекеттік органды көрсетеді, маған қатысты мына заңның мынандай бабын қолданды, осыған байланысты мені жұмыстан шығарды, немесе маған қандай да бір тәртіптік шара қолданды деген сияқты, немесе мен мысал үшін жаңағы некемді бұзу барысында маған қатысты мынандай деген сияқты, немесе бір аналар жазып жатады, менің балама алимент өндіру барысында мынандай норманы қолданды осы істе. Ал бірақ конституцияда былай жазылған ғой. Неге мына заңның осы нормасы осы конституцияда маған қатысты жазылған, яғни мен қолданылатын жаңағы құқығымды пайдалана алмаймын? Неге осы заң жаңа қысым жасап менің құқығымды шеттеп тұр деген сауалмен бізге жүгіне алады. Және сол норманы қолданылғанын растайтын құжат ретінде сол соттың шешімін немесе сол мемлекеттік органның шешімін, жауабын бізге жолдауы керек. Және ол соттың шешімі, жаңа норма қолданылған соттың шешімі күшіне енген сәттен бастап 1 жыл аспауы тиіс. Яғни бұл ескіру мерзімі ретінде қарау керек. 1 жылға дейін үлгеру керек. Иә, ол кез келген жаңағы сот жүйесінің сатысы болуы мүмкін. Яғни ол жоғарғы соттың шешімі ма, жоқ ол жоғарғы соттың ұйғарымы ма, жоқ ол жаңа бірінші сатыдағы соттың шешімі болса да болады, егер де ол заң күшіне енсе. Сосын біздің еліміздің конституциялық бақылау жүйесінің бір өзгешілігі басқа елдерге қарағанда, бізге мынандай азаматтарға де қолайлы жағдай жасау үшін, яғни конституцияның үстемдігін барынша тез арада қамтамасыз ету мақсатында жасалған дүние деп санауға болады. Ол азаматтардың құқығын қорғаудың бүкіл тетіктерін пайдаланып барып, барлығы аяқталғаннан соң, барлық мүмкіндіктер біткеннен соң ғана жүгінуге болады деп жазылған басқа елдердің заңдарында, конституциялық заңдарында. Ал біздің конституциялық сотқа бір сот шешімі заңды күшіне енген және 1 жыл өтпесе, сол жеткілікті конституциялық сотқа жүгіну үшін. Жеңілдетіліп тұр. Яғни бүкіл сатыларды аяқтап кел деп тұрған жоқ біздің заң. Одан басқа тағы да бір өзгешілік, ол егер де сіз даулап отырған, яғни сіз конституцияға сәйкес келмейді деп сіздің пікіріңізше сондай бір норма бар болса, ол заң нормасы болса, және ол норма императивті болса, яғни оны қолданылуы, оның пайдалану өзгеше жолдарды көздемесе, яғни қалай жазылды, осы күйінде қолданатын болса, ол міндетті болса осындай қолдануы, онда ешқандай сот органына жүгінбей-ақ бірден конституциялық сотқа келуге болады. Жақсы, қазір мен тағы бір маңызды сауалды қоймас бұрын мынаны тарқата кеткім келіп отыр. Жақсы, азамат қатарда қарапайым азамат конституциялық сотқа жүгінді, сот қарады, азаматтың жаңағы шынында да зәбір көргені, заңсыздықтың құрбаны болғаны мысалы анықталды. Онда жағдайда ары қарай әрекет қандай болады, конституциялық соттың әрекеті қандай болады? Сәл бұл жерде нақтылай кету керек. Конституциялық сот шешімінің немесе қандай да бір істің заңдылығына баға бермейді. Конституцияға сәйкестілігіне. Тек қана қолданылған заңның конституция сәйкестігін тексереді. Ал егер сәйкес келмеген жағдайда? Сәйкес келмеген жағдайда жаңағы өтініш негізі бізге конституциялық сотқа түскенде бірнеше сатыдан өтеді. Осыны түсіндіріп өтейін азаматтарымызға, халқымызға түсінікті болу үшін. Мына конституциялық сотқа келіп түскен өтініш басында конституциялық сот аппаратында тексеруден өтеді. Ол формалды түрде өтеді. Яғни біз уже баға беріп, конституция сәйкес келеді ме жоқ па, ондай мәселені қарамаймыз. Қаншалықты ол негізделген, қаншалықты дұрыс, жаңағы білікті тілмен жазылған деп оған баға бермейміз. Біздің тексеретіміз, аппараттың тексеретіні, ол жаңағы өтініште барлық деректер қамтылған ба? Конституциялық сот атауы жазылған ба, кімге ол жүгініп тұр біріншіден, екінші өз мәселесін ашып жазған ба, қандай жағдайда, қандай заң, оның заңның атауы, ол қашан қабылданған,
егер де ол мысалы үшін бұйрық болса, онда қай министрліктің бұйрығы деген сияқты сол қабылдаған органның атауы көрсетілуі тиіс, және қай бабы нақты, оның қай тармағы деген сияқты, иә. Одан соң осы баппен Конституцияда көзделген қай сіздің құқыңыз немесе бостандығыңыз қозғалған, соны көрсету керек, яғни Конституция нақты бабын көрсету керек. Сосын оның құқықтық негіздемесі. Құқықтық негіздеме деген оның пікірі. Не себептен осы жүгініп тұрған азаматтың пікірі бойынша осы норма Конституцияға қайшы келеді немесе сәйкес келмейді. Осыны ашып өз пікірін жазғаны керек бізге. Бір сөзбен айтқанда, осы мәселеге байланысты барлық мағлұмат толық болу керек қой. Иә, міндетті түрде толық болғаны дұрыс, және қосымша құжаттар ретінде жаңағы мен айтып өткендей, сот қай орган оны қолданды, сот шешімі ма немесе мемлекеттік орган, соның жаңа қағаздарын, құжаттарын қосу керек. Содан соң мына азаматқа тікелей қатысы бар ма жоқ па? Кейбір жағдайда мысалы үшін өзге тұлғалар жалпылама тілде айтады, абстракты түрде айтады. Мына норма мен пікірімше Конституцияға қайшы келеді деп. Бұл жағдайда біз айтамыз, конституциялық сот туралы конституциялық заңда көзделген, нақты сізге қатысты болу керек ол жағдай. Абстракты түрде бізде бақылау жүргізілмейді. Біздің елімізде тек қана нақты, конкретный контроль дейді орысша айтқанда. Содан соң, егер де барлық жаңағы өтінішке қатысты оның нысаны, оның мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ жаңағы конституциялық сотқа жүгіну шарттары сақталған болса, жүгіну шарттарымен жаңа айтып өткендей, ол сот шешімінде қолданылуы тиіс, ол сот шешімі болу керек, бір жыл аспау керек деген сияқты осындай. Осы шарттардың бәрі жаңа сақталған болса өтініште, онда біз осы өтінішті тиісті анықтамамен бірге Конституциялық сот төрағасына жолдаймыз. Аппарат жолдайды. Сол күні, жолдаған күні Конституциялық сот төрағасы оны қарап, негізі онда 3 күн бар, қарап, жаңағы бір судьяға, Конституциялық сот судьясына немесе бірнеше судьяға жаңағы негізінен, яғни алдын ала қарау үшін жолдайды. Алдын ала қарау барысында ол көбінесе 1 немесе 2 ай осындай аралықта қаралады. Ол мәселенің күрделілігіне қатысты қарап, алқалы түрде Конституциялық сот судьялары шешім қабылдайды. Осы өтінішті конституциялық іс жүргізуге қабылдаймыз ба, жоқ бас тартамыз ба? Бас тарту негіздері нақтыланған. Қандай жағдайда бас тарту мүмкін? Ол негіздер жоқ болса, онда конституциялық іс жүргізуге қабылдайды. Бұл екінші сат, яғни да. Және егер де жаңағы өтініш конституциялық бақылауға қабылданған болса, яғни соттар уже негізінен қарау үшін жұмысына қабылдаса, ары қарай жұмыс басталады. Яғни уже осы норманы негізінен қарап, бүкіл халықаралық осы мәселеге қатысты халықаралық шарттардағы біздің міндеттемелерді қоса алғанда конституцияға қаншалықты сәйкес келетінін, ол норманы жан-жақты жаңағы талдайды. Себебі бір норманың өзі бір жағдайларда қысым жасауы мүмкін, басқа жағдайларда дұрыс қолданылуы мүмкін деген сияқты барлық мүмкін жағдайларды қарап, бұл үшінші кезең, төраға мен бүкіл судьялардың барлығы сол бір өтінішті жан-жақты қарап, ең сонда шешім шығарады. Бұл шешім уже қорытынды болады. Қорытынды шешімде мына даулы болған норманың немесе бірнеше норманың, баптардың, заң баптары болуы мүмкін, кодекстердің, өзге де нормативті құқықтық актілердің баптары болуы мүмкін. Олар Конституцияға сәйкес келеді ма, жоқ па? Осы мәселе шешіледі, қорытынды шешімде көзделеді. Конституцияға сәйкес келмейді деп танылған норма, сол шешім нормативтік қаулы ретінде, нормативтік қаулы жарияланған сәттен бастап, осындай Конституцияға сәйкес келмейтін норма өз қолданылуын тоқтатады. Сол сәттен бастап қолданылуын тоқтатады. Ол бұндай шешім, яғни Конституциялық соттың нормативтік қаулысы бүкіл біздің елімізге барлық мемлекеттік органдарға міндетті болып танылады. Ол шағымдануға жатпайды. Сол сәттен бастап ол норма қолданылуын тоқтатады. Біздің заң шығарушы орган, яғни парламент, үкіметпен бірге, егер де осы нормаға қандайда бір өзгерістер, осы мәселеге қандайда бір өзгерістер енгізу керек болса, немесе жаңағы басқаша қарап, мүмкін толығымен өзгерту немесе оны толықтыру қажет болса, олар ары қарай өз жұмысын бастайды. Бірақ
мына тұрғыда даулы норма осы біз қазіргі таңда мысалы шында бізге жүгінген сәттегі тұрғыдағы оның мәтіні уже қолданылмайды. Жаңа қорытынды шешім жарияланған сәттен бастап. Тағы да бір өзгешілік, сіз жаңа Конституциялық кеңес пен Конституциялық соттың айырмашылығы дедіңіз ғой. Тағы да бір қызықты жағдай. Бұрын сонда мысалы үшін Конституция бақылау органында шешімдердің екі-ақ түрі болса, ол Конституцияға сәйкестігін немесе сәйкес келмейді деп шығаратын қорытынды шешім. Қазіргі таңда Конституциялық соттың тағы да бір шешімнің үшінші түрі бар. Ол мынандай жағдайларда, мысалы үшін Конституцияға сәйкес келеді дейді норманы, бірақ Конституциялық сот берген түсіндірмеде сәйкес келеді. Яғни құқықтық ұстанымдар позициясын оқу керек. Бүкіл шешімде жаңа нормативтік қаулыда жазылған бүкіл жаңағы деректемелерді, Конституциялық соттың ұстанымын не себептен қалай мысалы үшін осы шешімге келгенін мұқият оқу керек осы жерде азаматтар. Егер де оған қатысты осы норма қандай да бір біздің азаматымызға осы норма даулы болған норма, ол азаматтық кодексын болсын, ол еңбек кодексын болсын, кез келген біздің заңымыздың нормасын қараған кезде осы норма конституцияға сәйкес келеді, бірақ Конституциялық соттың түсіндірмесінде деп жазылған болса, ең сонда онда мұқият оқып шығу керек. Менің мысалы үшін мен азамат болайын, менің жағдайымда осы норма қолданылды. Ал бірақ маған қатысты мына Конституциялық сот берген түсіндірмеге сәйкес қолданылды ма, жоқ па? Мен осыны түсіну үшін мұқият оқып, егер де маған қатысты ол норманы өзгеше қолданылса, онда болды, менде құқық пайда болады. Мен сотқа барып, бұрын маған қатысты шыққан сот шешімін қайта қарау бойынша өтініш келтіремін. Себебі менің пікірімше Конституциялық соттың нормативтік қаулысында көзделген түсіндірмеден өзгеше қолданылған маған қатысты. Бұл тұрғыда бұл норманы Конституцияға сәйкес келеді деп айтуға болмайды деп. Сондай өтінішпен мен сотқа жүгініп, бұрын маған қатысты шығарылған шешімді қайта қарауды сұрануға менде мүмкіндік пайда болады. Мына бұл айырмашылығы, жаңа бір жаңалық, өзгешілік, ол осы үшінші Конституциялық соттың шешімінің үшінші осындай бір түрі. Қазіргі таңда ал мысалы 25 шешім бар осындай. Сіз Конституциялық сот қабылдады күнге дейін. Жақсы, қазір соған тоқталамыз. Ал егер жаңағы азамат жүгінген кезде жаңағы белгілі бір жаңағы сот па, құрылым ба, әрекеті, шешімі Конституцияға сәйкес деп табылған жағдай болса, онда қалай болады? Конституцияға сәйкес деп танылған жағдайда азамат онда түсінеді ғой, что оған қатысты қолданылған норма ешқандай Конституцияға қайшы келмейтінін, яғни дұрыс қолданылғанын. Сол жерде тоқтайды, сот өзінің шешімін береді. Ол тоқтайды, ондай жағдайда тоқтайды. Қазіргі таңда 72 нормативтік қаулы бар болса, осы 2,5 жылдың ішінде Конституциялық сот 72 нормативтік қаулы шығарды. 108 біздің заңнамамыздың 108 нормасын Конституцияға сәйкестігін тексерді. Осы шешімдердің арасында 19 нормасы Конституцияға сәйкес емес деп танылды. Яғни ол азаматтарымыздың Конституцияда кепілдік берілген құқықтар мен бостандықтарына нұқсан келтірген нормалар. Ал егер енді ондай жағдай анықталып жатқан болса, сол норманы қабылдағандарға байланысты жаза қолданылмай ма? Мысалы, неге осындай бір қате нормалар қабылданып? Енді өздеріңіз білесіздер, ол бір адаммен немесе нақты белгіленген бір топпен ғана қабылданбайды ғой бұл нормалар. Бұл алқалы түрде көбінесе, біздің заңдарымыз алқалы түрде, яғни заң шығару органы шығарады оны, немесе ол қандай да бір мемлекеттік органдар шығарады. Сондықтан әзірше заңнамамызда ондай көзделмеген. Жақсы, енді жеке енді мемлекеттік құрылым өкілдері олар енді жақсы біледі ғой, қалай шағымдану керек екенін, қандай жолмен жасалатынын. Бізді қызықтыратын жеке азаматтар, қарапайым азаматтар Конституциялық сотқа қалай жүгіне алады, қандай жолмен, не істеу керек ол үшін қарапайым азамат. Осын айтып берсеңіз. Осы Конституциялық сот өз жұмысын басталғалы бері бізге 11 мыңға жуық өтініш келіп түсті азаматтарымыздан. Олардың
90%-дан астамын біз қайтаруға бізге тура келді. Себебі жаңа өтініштердегі олардың мазмұны, мәтіні жаңа заңда қойылған талаптарға сәйкес келмейді. Өзіңіз айтқан талаптарға келмейді. Сәйкес келмейді. Және біз қайтарған кезде біз бір ауыз сөзбен қайтармаймыз. Ол азаматқа толыққанды не себептен қайтарып жатқанбыз, қандай кемшілігі бар екенін түсіндіріп жазып жібереміз. Яғни ол өзінің алған кезде жауапты, ол оқып, ол азамат қай кемшіліктерді жоюға және қайта жолдауға мүмкіндік бар екенін түсінеді. Конституциялық сотқа жүгіну ешқандай шектелмеген, жүгіну саны. 11 мың адам дедіңіз бе? 11 мың адам. 11 мың адам. Соның 90%-ы мысалы мына конституциялық сот қарауға жатпайтын мәселе екен. Иә. Солардың бәріне осындай жауап берілді ме? Ол жаңағы 9 мың адам шамамен. Әртүрлі жағдайлар болады қайтарудың. Мысалы үшін кейбір жағдайларда көбінесе ол құзыретке, конституциялық соттың құзыретіне кірмейтін мәселелер көтерілген жағдайда біз құзыретке кірмейді өкінішке орай деп түсіндіріп жібереміз. Мысалы үшін ол жаңағы соттың шешімімен келіспеген жағдайда, немесе жаңағы мені дұрыс емес жұмыстан шығарып жіберді, немесе маған төленетін сыйақыны немесе қандай да бір кепілдік берілген пенсия болсын, айлық ақы болсын маған төленбеді деп жібереді. Ондай жағдайда біз айтамыз, дәл мына тұрғыда құзыретке кірмейді, бірақ егер де сіз жазсаңыз, қандай сізге норма қолданылды, және ол норма, ол заңның бабы, мысалы үшін қандай да бір баптың тармағы болсын, конституцияға қайшы келеді ме келмейді ме, осы мәселені сіз жазсаңыз, сіздің пікіріңізше. Өтініш беру барысында да қателіктер жіберетін болып тұр ғой. Әрине, сол қателіктерді қайтару соған ғана байланысты. Иә, сол қателіктерге байланысты біз осыны түсіндіріп жібереміз. Және ол жерде айтылады, мына кемшілігіңізді жоюға қайта бізге жүгінуге құқығыңыз бар дейміз. Сөйтіп қайталама келіп жатқан азаматтар бар. Мысалы үшін кейбір азаматтар 50-ден астам рет бізге қайта келген. Ол жерде көбінесе әрине біз о бастан айтамыз, бұл құзыретке кірмейді ғой дейміз, кейбірлер түсінбей қайта келіп жатады. Ал мысалы үшін мен сізге айтайын, 60-қа жуығы азаматтар кемшіліктерді дұрыс жойып, жаңа құзыретке кіретін мәселе болғандықтан тиісті құжаттарын ұсынып бізге жүгінген де жағдай болған. Яғни біздің хаттарымызда көрсетілген түсіндірмелеріміз де өз септігін тигізіп жатады. Одан басқа конституциялық сот ғимаратының ауласында конституциялық сот төрағасы әдейілеп азаматтарға кеңес беру орталығын аштырды. Және осы орталыққа кез келген азамат келіп, осы конституциялық сотқа жүгіну мәселесі бойынша тиісті мағлұмат, кеңес алады. Оны аппарат қызметкерлері жұмыс жасайды ол бойынша. Яғни қазірдің өзінде осы жылы 100-ден астам азамат келді бізге. Біз оларға отырыс қойып, алдымен жаңа мәселесін тыңдаймыз. Сосын ол мәселе конституциялық сот ол мәселеде қандай көмегін бере алады екен түсіндіреміз. Және қалай ол өтінішті рәсімдеу керек екен нақты әр мәселеге тоқталып жан-жақты түсіндіреміз. Содан соң уже жаңағы тиісті өз өтінішін бізге жолдап жатады. Қағаз түрінде беру керек пе, жаңа сандық технология қолданыла ма? Жүгінудің әртүрлі түрі бар. Ол қағаз жүзінде мүмкін, немесе ол электронды формат, егов порталында өтініш арқылы бізге беріп жатады, немесе пошта арқылы жолдап жатады. Бастысы ол жазбаша түрде болу керек қой. Ауызша өтініштер қабылданбайды конституциялық сотқа, жазбаша түрде. Мысалы осы 2 жылдың ішінде осы конституциялық сот жұмыс істей бастаған қанша жеке азаматтың мәселесін қарадыңыздар? Олар бойынша қандай шешімдер шығарылды? Мысалы неше мәселе бойынша қандай оң шешім шығарылды? Конституциялық соттың бүгінгі таңда 72 нормативтік қаулысының 63-і осы азаматтардың жүгінулері бойынша шығарылған. 63 нормативтік қаулы ол онда 70 тұлғаның, яғни бізге жүгінген 70 адамның өтініші бойынша 63 нормативтік қаулы шығарылған. Және осы қаулыларда 19 жағдай, 19 норма конституция сәйкес келмейді деп көзделген. Ал конституция сәйкес келетін нормалар бойынша олар не себептен конституция сәйкес келетіні жөнінде сол нормативтік қаулыда нақты тұжырымдама жасалған. Яғни конституциялық соттың құқықтық позициясын мұқият оқып, не себептен осындай шешімге келгенін түсінуге болады. Енді азаматтар көбіне қандай мәселемен шағымданады конституциялық сотқа? Егер құзыретке сәйкес келетін
яғни қандай да бір норманың конституцияға сәйкестігін тексер деген өтініштерді ғана алатын болсақ, көбіне азаматтарымыз қылмыстық заңнамаға қатысты нормаларды тексеруді сұрап жатады. Қылмыстық, яғни ол қылмыстық кодексын немесе қылмыстық атқару кодексын, қылмыстық процестік кодексын баптарын, азаматтық құқық заңнамасы, яғни ол азаматтық кодекс немесе азаматтық процестік кодекстің кейбір нормаларын, әкімшілік кодекске қатысты жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің мәселелерін, яғни нормаларын тексеруді сұрап жатады. Кейбір жағдайларда жаңағы мемлекеттік, яғни органдардың, яғни бір министрлердің бұйрықтарын да тексеруді жаңағы сұраған да кездері болған. Жақсы, рахмет. Енді біздің уақытымыз да таяп қалыпты, сондықтан сұхбатымызды қорытындыласақ, мына мәселені тағы бір нақтылап өтсек, белгілі бір жаңағы пункттермен. Жекелеген азаматтар мысалы өтініш беру кезінде қандай мәселеге назар аудару керек, қандай кемшіліктерді жібермеу керек? Мен осы сұхбатты пайдалана отырып, азаматтарымызға мына мән-жайларға, мына мәселелерге назар аударғым келіп отыр. Егер де сіздердің қандай да бір құқықтарыңыз, яғни конституциялық құқықтарыңыз бұзылып жатса, сіз біріншіден сотқа барып, сол құқықтың бұзылуын даулайсыз. Соттың шешімін алған соң, ол заңды күшіне енген соң, әрине сіз ол шешіммен келіспесеңіз, ол жаңағы апелляциялық тұрғыда шағым келтіруге болады, содан соң кассациялық тұрғыда. Бірақ егер де сіз бірінші сот сатысындағы шешімі күшіне енгеннен кейін барып, ол өзгеше, ол норманың қолданылмайтынын білсеңіз, яғни сіз қандай да бір сізге қатысты шығарылған шешімде заңның немесе өзге де нормативті құқықтық актінің нормасы дәл осылай жазылған ғой, осы норманың өзі менің конституциялық құқымды шектеп отыр ғой деген пікірге келсеңіз, онда сіз бірден сол соттың шешімімен бірге конституциялық сотқа келіп, өз өтінішіңізді рәсімдеп, қандай жағдайда қандай шешім шығарылғанын, ол сот шешімінде қандай заңның немесе өзге де нормативті құқықтық актінің нормасы қолданылған, және ол норма, яғни қандай да бір бап немесе баптың бір тармағы конституцияда көзделген сіздің қандай құқығыңызға нұқсан келтіріп тұрған, қозғап тұрғанын сіз өз өтінішіңізде көрсетіп, осы арқылы, осы мәселелерді көрсету арқылы және жаңағы соттың шешімін бізге өткізу, көшірмесін өткізу арқылы сіз нақты бір заңның нормасын конституцияға сәйкестігін тексеруді сұрай аласыз. Конституциялық соттың шешімінің негізінде кейіннен, егер де ол норма конституцияға сәйкес емес деп танылса, онда сіз бұзылған конституциялық құқығыңызды қалпына келтіре аласыз. Яғни сіз қайтадан сотқа барып, бұрын шығарылған шешімді қайта қарауды сұрай аласыз. Ал егер де мына өтінішті рәсімдеу барысында қандай да бір қиындықтар туып жатса, қалай жазамын, қалай көрсетемін, мына заңның бабы конституцияға сәйкес келмейтін қалай негізде аламын деген мәселелер туындаса, сіз білікті заң көмегін қолдана аласыз. Яғни ол адвокаттарға немесе заң консультанттарына жүгіне аласыз. Ал жалпы рәсімдеу мәселелері бойынша және жүгіну шарттары бойынша сіз конституциялық сот аппаратына келіп, тиісті кеңес ала аласыз. Ол үшін Астана қаласы Мәңгілік ел даңғылы 13 деген мекенжай бойынша азаматтарды қабылдау орталығы бар. Осы жерде біз тиісті кеңестерді бере аламыз. Осы азаматтарды шағымданған ісіне байланысты, мысалы, бірер мысал келтіре аласыз ба? Қандай жайттар болды мысалы? Мысалы, бір азамат конституциялық сотқа салық кодексінің 616 бабында сотқа жүгінген кезде мүгедектігі бар талапкерлерге қатысты олар сотқа жүгінген кезде мемлекеттік баждан босатылады деп нақтыланған. Ал жауапкерлер, егер ол жауапкердің де мүгедектігі бар болса, немесе оның жауапкердің баласы жаңағы бала кезінен бастап мүгедектігі бар жағдайда болса да, ол жауапкерлерге қатысты бұндай жеңілдік қарастырылмаған. Бұл дискриминация ғой.
бұл заңның алдында, соттың алдында азаматтардың теңдігі туралы Конституцияда көзделген, кепілдік берілген құқыққа нұқсан келтіреді ғой деген уәжбен Конституциялық сотқа жүгінген азаматтың өтініші бойынша Конституциялық сот бұл норманы, яғни салық кодексінің осы бабын Конституцияға сәйкес келмейді деп таныды. Себебі Конституцияда бізде жазылған әркім, яғни соттың және заңның алдында барлығын тең құқығы бар деген. Яғни бұл жағдайда тек қана талапкерлерге, мүгедектігі бар талапкерлерге ғана қатысты емес, жауапкерлерде бұндай жағдайда мемлекеттік баждан босатылуы тиіс деген тұжырымға келді Конституциялық сот. Осы арқылы біз Конституциялық соттың рөлі, яғни заң үстемдігі, яғни Конституция үстемдігін қамтамасыз етудегі рөлін қаншалықты маңызды екен түсінуге болады. Назарларыңыз ерекше аудартқан тағы қандай шағым болды осындай азаматтарға байланысты? Мысал үшін бір нормативтік құқықтық актіде сотқа жүгінуге кедергі келтіріп тұрған бір норма анықталды. Бізге жүгінген азамат, мен сотқа жүгінейін десем, менің талабымды, мен арызымды соткер қайтарып жатыр. Сіз өз жаңағы арызыңызға тиісті экспертизаның сараптаманың қорытындысын қоса тіркеген жоқсыз деген уәжбен қайтара береді. Бұл Конституцияда көрсетілген сот төрелігіне әркімнің қолжетімділігі бар деген жаңағы кепілдікке нұқсан келтіріп отыр ғой. Менің осылайша құқығым шектеліп отыр деп бізге Конституциялық сотқа жүгінген кезде Конституциялық соттың шешімі бойынша бұл норма Конституцияға сәйкес келмейді деген тұжырымдама келді. Осылайша осы нормативті құқықтық актідегі сот төрелігіне қолжетімділікке кедергі келтіріп тұрған норма Конституцияға сәйкес келмейді деп деген негізбен жойылды қазіргі таңда. Яғни Конституциялық соттың құқықтық позициясына сәйкес бұндай сараптаманы сол істі қарау барысында судья өзі тағайындала алады. Сот жүргізу барысында. Ал сотқа азамат келген кезде, яғни өзін талап арызын ұсынған кезде ондай кедергілер болмауы тиіс. Жақсы, көп рахмет Салтанат Мұсабекқызы. Осы Конституциялық сотқа шағымдану туралы, оның ережелері туралы, тәртібі туралы біраз көптеген пайдалы мағлұмат алдық деп ойлаймын. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.